Ассалаумағалейкум ағайын. Біз бастаймыз. Жол белгілері туралы сұраққа жауап беретін боламыз. Ал кеттік. Бірінші сұрақ. Мынандай жағдайда жолдың қай жағынан айланып өтуге болады дейді. Иә? Қай жағынан айланып өтеміз? Егер мына жерде белгі тұрса, мына сызыққа қарамастан біз сол жақтан айланып өтеміз. Сол жақтан деп жауап береміз. Келесі сұрақ. Мына белгінің астындағы тақтайша нені білдіреді дейді. Бұл белгіні біз білеміз. Озуға болмайды дейді. Астындағы тақтайша, яғни 300 метрден кейін болмайды дейді. Яғни мына белгінің басталуына дейін әлі 300 метр бар деген сөз. Мына автомобильді мына көрсетілген жерге қойып қоюға бола ма? Так, қазір маған кедергі салып отыр. Тақ күндері қоюға бола ма дейді. Тақ күндері қоюға бола ма? Мына жерде мына белгі айтып тұр. Тақ күндері тұруға болмайды дейді. Мына жерде стоянка, яғни болады сағат 19-дан 21-ге дейін. Себебі осы мерзімде осы екі белгінің күші жойылып кетеді деп айтқанбыз. Сондықтан осы үшінші жауапты қоямыз. Қай траекториямен кері айланған дұрыс дейді. Мына белгіге қарайтын болсақ, бұл мына жерге дейін бір бағыттағы жол дейді. Яғни бұл бір бағыттағы жол болса, кері айлануға бола ма? Жоқ, болмайды. Екеуімен де болмайды. Болмайды деген. Жауап берейік. Мешет етіп жатыр. Қай жол белгілері жаңағы сервис дейміз, яғни қызмет көрсету белгілеріне жатпайды. Қызмет көрсету белгісіне жатпайды, ол мынау. Өйткені бұл деген 5-ші топтағы ақпарат беретін белгілерге жатады. Бұл таксидің тұрағы, сондықтан бұл мына неге жатпайды, қызмет көрсету тобына жатпайды. Жауаптың номері 3-ші белгі. Қай бағытта рұқсат береді жүре беруге? Мына белгіні көріп тұрсыздар, яғни мынау бір бағыттағы жол. Ондай болса, біз кез келген жаққа жүре береміз, тек солға бұрылмасақ болды. Солға болсақ, ол қарама-қарсы бағытқа кетіп қаламыз. Сондықтан тура, оңға және кері. Тура, оңға және кері дегенді қоямыз. Мына белгі нені ескертеді бізге? Яғни 50, 100 немесе 150, 300 метрден кейін шлагбаумы жоқ, темір жолға жақындап қалдық деп тұр. Яғни шлагбауммен темір жолға жақындадық деген мағынаны білдіреді екен. Келесі сұрақ. Мына белгі нені білдіреді? Бұл негізі жолдың номері немесе жолдың маршруты. Номер немесе маршрут деп қоямыз. Темір жолға қанша метр қалғанда мына белгіні қояды дейді. 3 сызық болса, қалаң сыртында болса 300 метр, қалаң ішінде болса, ол 150 метр деп айтқанбыз. Яғни ең төмен дегенде 150 метр қалғанда қойылады. Қай осы белгілердің бірі көліктерге тек қызмет көрсетіп жүрген немесе осы жерде тұратын азаматтарға ғана кіріп кетуге болады дейді. Қай осы белгі рұқсат береді? Рұқсат береді 2-ші және 4-ші белгілер. 2-ші және мына көріп алыңыздар. Мынау деген бәріне болмайды, мынау да бәріне болмайды. Ал 2 мен 4 осы жерде тұратын көліктер болса, кіре беруге
болады. Қай белгі осы уақыттан бастап елді мекеннің ішіндегі ереже аяқталады дейді. Яғни бұл мынау да ақпандағы елді мекен бітті деген сөз, яғни ары қарай осы ереже сақталмайды. Келесі, қандай траекториямен кері айлануға болады екен? Мына белгіге қарайтын болсақ, бұл жерде тек тура жүру керек, яғни ешқайсысы да дұрыс емес. Бәрі де болмайды. Қай көрсетілген жерлерге тұруға болады дейді. Егер біз ол жақта ұйықтап демалмайтын болсақ, мына белгі айтып тұр, тұруға болмайды дейді, яғни болмайды. Енді мына белгі нені істеп тұр? Қала бітті дейді. Есімізде болса, бұл белгілер тоқтауға болмайды, тұруға болмайды, тағы да одан басқа белгілер бар, жалпы 9 белгі. Олар бір жол қиылысына дейін, егер жол қиылысы жоқ болса, онда ал елді мекеннің соңына дейін дейді. Яғни мына белгіден кейін знактың күші жойылып кетеді. Яғни дұрыс тұрған бірінші көлік. Осы көрсетілгеннің қай жерге тоқтауға болады дейді. Тоқтауға болады. Мына белгіні көріп тұрмыз. Тоқтауға болмайды. Яғни болмайды. Алайда бұл жерде жол қиылысы бар. Жол қиылысын өтіп кеткеннен кейін бұл күші жойылып кетеді. Яғни екінші көлікке тоқтауға болады екен. Мынаны сұрап тұр, бұл деген километрлік белгі, яғни қанша километр жүріп келе жатқанымызды көрсетеді. Қанша километр кеттік, қанша километр қалды деген, яғни бастан аяққа дейін қанша километр екенін көрсетіп тұр. Қай осы белгіні темір жолда бірнеше темір жол бар екенін ескертіп тұр дейді. Ол деген мынау, бірнеше жол бар деген сөз, мынау төртінші белгі. Келесі сұрақ. Мына белгіні көргенде қай кезде озып кетуге болады дейді. Мына белгі нені білдіреді? Озуға болмайды, осы знактан бастап 500 метрға дейін. Яғни екі жақтағы стрелка ол осы жерден басталады дейді. Мына көліктің жылдамдығы 40 дейді. Сондықтан біз 500 метр өтіп кеткеннен кейін ғана оза аламыз. Яғни 500 метрден кейін. Қай белгі көрсетіп тұр? Осы жерден бастап қаланың ішіндегі ереже енеді дейді. Қаланың ішіндегі ереже енеді деген ақ фондағы, яғни ол бірінші белгі. Қай көлік жүргізушілері тұрақта ережені бұзып тұрған жоқ? Мына тақтайша қарасақ, арт жақпен қою керек дейді. Яғни түсініп тұрсыздар, мына көлік ережені бұзып тұрғаны. Бұл жерде сұрап тұр, кім бұзған жоқ дейді. Сондықтан бірінші көлік бұзған жоқ деп қоямыз. Қандай траекториямен қозғалысты жалғастыруға болады? Мына белгіге қарайтын болсақ, тура және оңға деп тұр, яғни тура оңға. 2, 3. Қай бағытта рұқсат береді ары қарай жүре беруге? Әрине, бұл қарай оңға қарай болсақ, ол автобустың жолағы, сондықтан тура жүреміз, солға жүреміз, немесе кері айналамыз. Тура, солға, немесе кері. Мына уақыт кезінде сағат таңғы 7-тен 9-ға дейін тұруға бола ма дейді. Болады, тек жұп күндері, мына жерде белгі қарасақ, тақ күндері болмайды дейді. Таңертең бұл күші бар, кешке таман ғана күші жоқ бұның, яғни тұруға болады.
Жұп күндері деп айтамыз, жұп күндері. Мына белгі астында тақташа сізге нені талап етіп тұр дейді. Бұндай тақташа қойылған кезде бұл белгінің 40 деп тұр ғой, оның күші енеді асфальт су болса. Ал қазір мына картинка қарасақ, жарқырап күн шығып көлеңке түсіп тұр да, тамаша болып тұр да, яғни ештеңке айтып тұрған жоқ, ештеңке бізге талап етіп тұрған жоқ бізден. Қандай траекториямен жүруге болады? Мына белгі не айтып тұр? Шеңбердің ішімен айналып жүр дейді, яғни айналып жүреміз. Мына жерде оңға қарай бұрылуға болмайды дейді, яғни ең дұрыс бағыты ол мынау екінші бағыт. Келесі сұрақ. Бұны жауап берген жоқпыз ба? Жауап берген. Келесі сұрақ. Былай машинаны қоюға бола ма дейді. Жүк көліктеріне дейді. Бұл тақтайша жүк көліктеріне тыйым салынбайды, өйткені бұл парковкаға қою тәсілі жеңіл машина мен тек мотоциклдарға арналған, сондықтан болмайды деп айтамыз. Мына жерде табличкаға дұрысырақ қарайтын болсақ, жоқ, мына жерде тәсіл емес, бұл деген түрі, көліктің түрі деп тұр, кешіріңіздер. Бұл қандай көліктің түрі? Жеңіл машина және 3,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері. Ондай болса, үшінші жауап болады. Ары қарай. Осы көрсетілген қай белгілері қозғалыссыз жүруге болмайды дейді. Яғни міндетті түрде тоқтау деген, яғни ол екінші белгі. Мына автобусты озуға бола ма дейді. Мына белгіні көріп тұрсыздар, озуға болмайды дейді. Алайда егер автобустың жылдамдығы 30 км-ден төмен болса, онда болады. Қай белгілердің аты қарама-қарсы бағытқа шығып, басқа жүрген бөлікке шық деген. Яғни ол мынау біздің жолымызды уақытша жапты жөндеуге, яғни біз басқа, яғни қарама-қарсы жүрген бөлікке шығамыз уақытша. Жауап номер 5. Қай көлік жүргізуші ережені бұзды дейді. Мына жерде анық көріп тұрмыз, ол алдымен қой деп тұр. Алдымен кім қойған? Көк автомобиль қойған. Яғни 1 мен 3 көлік жүргізушілері ережені бұзып тұр. 1 мен 3 жүргізушілері. Қай белгінің қайсысы, осы көрсетілген белгінің қайсысы кері айлануға рұқсат береді? Мынау рұқсат береді, мынау рұқсат береді, және мынау да рұқсат береді. Яғни 1, 2, 3. 1, 2, 3. Жауап 2. Ары қарай кеттік. Қандай көлікпен келе жатқанда ары қарай жүре беруге болады дейді. Қандай көліктің түрімен дейді. Так, маршрутный транспорт дейді. 3,5 тоннаға кем дейді. Мүгедектерге. Так, предприятие граждан в этой зоне дейді. Так, яғни мынау кіріп кете алады. Яғни осы жерде жұмыс атқарып жатқан көлік, маршрут көлік құралы ол да болады. Жауап қайтып, болмайды дейді, кешіріңіздер. Болмайды десе, яғни біріншісі мен екіншісі болады, онда болмайды үшіншісі. Қай жол белгілері жылдамдығы 50 мен рұқсат бермейді дейді. 50 мен артық жүруге болмайды, яғни бұнымен болады 50 мен. Мына жерде 50-ден кем жүруге болмайды дейді. Яғни 50 мен жүруге болады. Оны жай ғана кеңес беріп тұр. 50 мен жүруген дұрыс дейді.
Яғни ешқандай белгі бізге тыйым салып тұрған жоқ. 50-мен жүрме деп айтып тұрған жоқ. Бәрі де 50-мен жүрсе болады. Яғни мынау ешқайсысы тыйым салмайды. Жеңіл көлікке көк түсті тура жүруге бола ма дейді. Мына белгі деген тіркемесі бар көліктерге тыйым салады, а енді бір-бірін сүру ол да болмайды, ол да тіркеме, сондықтан болмайды. Мына стрелка тақтайшадағы нені білдіреді дейді. Яғни парковка жолдың сол жағында емес, біраз жолға қарай өткеннен кейін, яғни отдаленный дейді, яғни бұрылғаннан кейін біраз уақыттан кейін, тура жолдың бойында емес, сол жақта, кішкене арырақ барсақ дейді, алшақта. Қай траекториямен жалғастыра беруге қозғалысты болады. Мына ортадағы тұрған ол уақытша белгі, астында тақтайшада салмағы 3,5 тоннадан жоғары жүк көліктері не деп айтып тұр? Яғни бұл бізге қатысты емес, біз тура жүрсек болады, солға және кері айлансақ болады. Оңға жүруге болмайды, не себепті? Өйткені ол екінші жолақ. Екінші жолақтан оңға бұрыла алмаймыз. Сондықтан 2, 3, 4 деген жауап дұрыс болады. Мына жол қиылысында оңға бұрылуға бола ма дейді. Әрине болады. Бұл деген тупик деген, яғни ары қарай біраз жүргеннен кейін жол жоқ, бірақ ол бұрыла берсек болады. Қай көліктерге ары қарай жүруге болады дейді. Мына белгіге қарайтын болсақ, бұл таза адамдардың жүретін аймағы, сондықтан ешкімге баруға болмайды. Мына белгі тура жолдың жаңа көтерілетін жерінде да қойыла ма дейді. Біз есімізде бар болса, ескерту белгілері қаланың сыртында 150-300 метр бұрын қояды дегеніміз. Қаланың ішінде 50-100 метр бұрын қойылады дейді. Бірақ бұл жерде сұрақ қойып тұр, бұлар деген тура сол көтерілетін жерге қойса бола ма дейді. Болады, егер жаңағы еңіске түсіп немесе өрге шығатын жолдар бірінің артынан бір қайталана беретін болса. Ондай болса, ол 50 метр деп қарамай қоя береді екен. Мына белгі нені білдіреді? Біраздан кейін бізге шлагбаум бар, темір жол несі бар, өтпесі бар, соған жақындап қалдық дейді. Қандай көлікпен жүрген кезде мына белгіге қарамай ары қарай жүре береміз дейді. Так. Болмайды дейді, ары қарай кіруге болмайды дейді. Қандай көлік болса да кіруге болмайды. Бірақ егер біз бұл жерде тұрсақ болады да. Болмайды дейді, жеңіл машина, мотоцикл. Кез келген машинамен кіруге болмайды, егер бұл жақта тұрмайтын болса, сондықтан бәрі деп қоямыз. Мына жерге тұруға бола ма дейді. Белгіде не айтып тұр? Тұруға болмайды, бұл белгінің күші осы жерден басталып 50 метр жерге дейін дейді. Айтып тұр. Бұл 30 метр жерде тұр. Яғни болмайды. Қай бағытта жалғастыра берсек болады, егер машинамыз жеңіл машина болса дейді. Жеңіл машина болса, біз кез келген бағытқа жүре береміз. Бізге ешқандай тыйым салынбаған кез келген бағытқа. Қай көлік жүргізушісіне адамды түсіріп кетіп, адамды отырғызуға болады дейді. Бізге болмайды, себебі мына белгі тұра тоқтауға болмайды, яғни болмайды. Яғни бұл жерде болады. Тек мына екеуінде қатысы жоқ. Егер ол бізге айтып тұрса, онда бізге болмайды. Ал енді таксиге бола береді, тоқтай беруге осы жерде егер
болса, және мүгедектерге болады егер астында тақтайшасы болса. Бірақ такса деген жоқ бұл жерде. Сұрақ кішкене түсініксіз. Не себепті? Ол мына екеуін айтып тұр ма, или бізге айтып тұр ма деген сияқты. Егер ол бізге айтып тұрса, ешқандай көлікпен жүрсек те біз бұл жерге тоқтай алмаймыз. Өйткені тоқтауға болады, болмайды деген белгіге тек маршруттық көлік құралы ғана тоқтай алады. Және мүгедек тоқтай алады, егер астында қосымша тақтайша тұрса, мүгедектерге қатысты емес деген. Екеуінде біреуде жоқ, сондықтан екеуінде болмайды. Мына белгілерді қойған кезде қай көліктің жүргізушісі жол тар болған кезде бірінші айналып өтіп кетуге құқығы бар дейді. Қай белгі соны көрсетеді құқығың бар деп. Ол яғни біз өрге қарай тауға кетіп баратсақ, және мына белгі, мына квадратный белгі, егер жол тар болса, біз бірінші өтіп кетуге рұқсат береді. Және егер біз тауға кетіп баратсақ, яғни екінші және төртінші белгілер. Келесі сұрақ. Мына жерге тоқтауға бола ма дейді, тұруға бола ма дейді, кешіріңіздер. Тұруға болады, себебі мына белгі тоқтауға болмайды деген күші бітті деп тұр. Мына көрсетілген стрелка осы жерден бітті, яғни рұқсат. Қай бағытта жүре беруге болады дейді. Мына белгіге қарайтын болсақ, бұл белгі жол қиылысынан кейін қойыпты. Бұл белгі болған кезде біз тура және оңға бұрыла береміз, аулаға, солға бұрыла алмаймыз. Сондықтан 2 және 3 деп қоямыз. Мына белгілер нені білдіреді дейді. Яғни моторды өшіріп қою керек бұл жақта. Не работающим двигателем дейді. То есть моторды өшіріп қою керек. Қай жерге сізге тоқтауға болмайды дейді. Әрине, знақты өтіп кеткеннен кейін болмайды. Знакқа жетпей тоқтауға болады, және жолдың сол бетіне тоқтауға болады. Не дейді? Өтіп кеткен оң жаққа тоқтауға болмайды дейді. Өтіп кеткеннен кейін екі жаққа да болмайды дейді. Знакқа дейін болмайды дейді. Значит, біз өтіп кеткеннен кейін оң жаққа тоқтай алмаймыз. Қай бағытта қозғалысты жалғастыра берсек болады? Оң бағытта ғана болмайды, қалған бәрі бола береді, яғни тура, солға және кері. Тура, кері да, мынау. Және бүгінше біз соңғы сұраққа жауап берейік. Қай жол белгілері сізден дистанция сақтауыны сұрайды дейді. Әрине ол екінші белгі, арақашықтықты сақтап жүріңіз дейді. Осыны басамыз. Ал енді осымен сау болып тұрайық. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.